8-ші тарау. Таң шапағатын өмір салтына енгізу. Басты мақсаттарыңызға қол жеткізіп, асқақ армандарыңызды орындағыңыз келсе, таң шапағаты таңға жайып әдіс. Ол өміріме мәннің жаңа деңгейін, бағыт, күш қуат сыйлады. Ең тамашасы, әр адам оны мақсатына сай, жеке күн тәртібіне енгізе алады. Мен сияқты бизнесі, 1 жасар баласы бар аналарға таңғы уақыт ойлану, дұға ету, нақты мақсат пен армандарға ден қою, жаттығумен күйзелістен арылу мезеті. Таңғы уақыт маған өмірде жолы түйіскен адамдар үшін, кезіккен жақсы оқиғалар үшін алғыс айтуыма мүмкіндік береді. Бәрімізде бір апта 168 сағаттан тұрады. Таң шапағатын қолдансаңыз, тіпті түсіңізге кірмеген таңғажайыптар орнай бастайды. Хейти Хини, Hedgehog Group иесі. Бұған дейін таң шапағаты әдісі тек өзін-өзі тануды тездететінін айттым. Тек Life Savers әдісіне зейін қойдық. Негізі шын мәнінде бұл әдісті толықтай сұранысыңызға қарай икемдеуге болады. Таң шапағатындағы ояну уақыты мен әрекет ұзақтығын, қай әдісті қолданатыныңызды, олардың ретін де өзіңізге ыңғайлы етіп, таңдап алуыңызға әбден болады. Ешбір шектеу жоқ. Шапағатқа бөлейтін таңды өмір салтыңызға сәйкес келетіндей етіп, маңызды мақсаттарға бұрынғыдан әлде қайда тез жеткізетіндей етіп жүйелей аласыз. Бұл тарауда таңертең таң шапағаты әдісін қолданып, негізгі мақсат пен арманға қол жеткізуге болатынын, демалыс күндері не істеу керегін, маңызды істі кейінге қалдыру сияқты жаман әдеттен қалай құтылуға болатынын және өзге де көптеген қызықты айтып беремін. Қай уақытта оянсаңыз, сол кезде бастаңыз. Бір қарағанда мүлде түсініксіз болуы мүмкін. Дегенмен, таң шапағаты әдісін таңертең ғана жасау шарт емес. Бұл қандай мәлімдеме деп отырған боларсыз? Иә, әрине, таңертең ерте тұрып, күніңізді сергек бастауда көптеген артықшылық бар. Алайда кейбір адамдардың өмір салты мен ерекше графикпен жүруі бұл әдісті таңертең жасауға мұрша бермейді. Адам кешкі не түнгі ауысымда жұмыс істесе, таңертең ояну оған тым қиын. Ол кезде 9-да ұйықтап қалатын адам тәрізді болмайтыны рас. Әр адамның күн тәртібі де әркелкі болатынын ескерсек, таң шапағатының басты ерекшелігі әдеттегіден сәл ерте тұру, жарты сағат не 1 сағатқа ертерек. Яғни, күн сайын өзін-өзі тануға уақыт бөліп, нәтижесінде бүкіл өмірін түбегейлі өзгерту. Қашан, неге, нені жеу керек? Таңертең. Алдыңғы тарауларда оқып отырып, таң шапағаты әдісін қолданғанда, қай уақытта таңғы ас ішу керек деп ойланған боларсыз. Қазір айтып беремін. Әрі қашан ғана емес, не жеу керегін де айтып өтемін. Ең бастысы, неге дәл сондай тағамдарды жеу керегін білетін боласыз. Қашан тамақтану керек? Есте сақтаңыз. Ас қорыту күн сайын қаншама күш қуатты алатын процестің бірі. Қаншалықты көп мөлшерде ас қорыту қажет болса,
тамақтанған соң соншалықты шаршап тұрасыз. Осыны ескере отырып, таң шапағатын жасап болған соң ғана тамақтанған дұрыс дер едім. Сонда ғана Life Savers әдісінің барлық кезеңін толық атқаруға болады. Қан айналымы жақсарып, асқазанға салмақ түспей, миға қан жүреді. Ал бірдеңе жемей, түк істемей алмаймын десеңіз, тез қорытылатын ас болуын қадағалаңыз. Мысалы, жеміс не коктейль. Мұны неге жеу керек? Осы мезетте азық ететін тамағыңызды неліктен жейтініңізді қарастырайық. Дүкенге азық түлік алуға барғанда, не мейрамхана мәзірінен тағам таңдағанда, нені тұтыну керегін қалай анықтайсыз? Тек дәміне мән бересіз бе? Әлде ас құрамына ма? Әлде тез желінетініне қарайсыз ба? Денсаулыққа пайдасын ескересіз бе? Бәлкім, күш-қуатты арттыратын ас керек болар. Не диета шектеуіне мән бересіз бе? Көп адам өзіне не ұнаса соны жей береді. Үңілсек, дәміне қарай таңдау, тәбет тартар азық түлікке қандай да бір эмоциялық тұрғыда тәуелді болудан екен. Егер біреуден неге балмұздақ алдың, сода қосылған суды неге іштің, қуырылған тауықты неге жедің деп сұрасаңыз, себебі балмұздақты жақсы көремін. Маған сода қосылған су ұнайды. Қуырылған тауық етін жегім келді деген жауап естуіңіз мүмкін. Жауаптың бәрі эмоциялық ләззат алуға тәуелді. Тамақ ішкенде дәміне сүйсінеміз. Адам осы тамақты неге таңдағанын айта алмас. Денсаулығына қаншалықты пайдалы екенін білмес. Және осы тамақты жегеніне қаншама қуат жұмсайтынын да есептемес. Айтпағым, біз белсенді, сергек болғымыз келсе, денсаулығымыз мықты болсын, ауырмайық десек, неге дәл осы тағамдарды тұтынатынымызды тағы бір рет ойлап қарастырғанымыз абзал. Бұл өте маңызды. Денсаулыққа тиер пайданы есептеп үйреніп, жеген тамақтың дәмінен гөрі энергетикалық қуатына мән берген абзал. Мүлде ұнамайтын, бірақ денсаулыққа пайдалы деген тамақтарды ғана жеңіз деп айтпаймын. Бір мезетте әрі пайдалы, әрі ұнайтын тамақты тұтыныңыз. Егер күн сайын күш қуатымыз еселеніп, зор нәтижеге жетейік, деніміз сау болып, ұзақ өмір сүрейік десек, денсаулыққа пайдасы көп, әрі өзімізге ұнайтын, шынымен рахат сыйлайтын азық түліктерді тұтынуға міндеттіміз. Нені жеу керек? Нені жеу керегін айтар алдында бір секунд не ішу керек екеніне тоқталайық. 5 қадамнан тұратын стратегияны сипаттағанда 4-ші тарауда ең алдымен тұра сала бір стакан су ішу керек дегенбіз. Ұйқыдан соң организмде суды қажет мөлшерде толтыру керегін, толық оянуға су қажет екенін айттық. Әрі қарай мен таң шапағатын бір шыны кофемен жалғастырамын. Шынымды айтсам, оятқышымды айтқан уақытымнан 15 минут ертерек қоямын. Кофе қайнатып ішетін уақытым болса деймін. Кофенің қышқылтым иісінен ұйқым шайдай ашылады. Оны қайнатуға кететін уақытты таң шапағаты әдісінен алмау үшін ертерек тұрамын. Нені жеу мәселесіне келсек, ғалымдар табиғи өнімдерден тұратын
диета пайдалы екенін дәлелдеген. Жаңа піскен жеміс жидек көкөністер күш-қуатты нығайтып, адамның көңіл күйін жақсартады, денсаулықты сақтайды, сан алуан дерттің алдын алады. Осыны есептей келе, таң шапағаты үшін арнайы адам организмі мұқтаж дәруменнің бәрін біріктіретін супер смузи коктейль жасап үйрендім. Бір үлкен стакан смузи ішсеңіз жеткілікті. Мен табиғи нәруыз, орнын басқамен толтыруға келмейтін амин қышқылы туралы айтып отырмын. Оның құрамында адамның қартаюын тежейтін антиоксиданттар, майлы омега-3 қышқылы иммунитетті нығайтады, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады, мидың жұмысын жақсартатыны бар. Сондай-ақ көптеген минералдар мен дәруменге де бай, және бұл басы ғана адамның көңіл күйін көтеретін, құлшыныс беретін фитонутриенттер туралы әлі айтпадым. Мәселен, какао, тропикалық бұршақтар, бұлардан шоколад жасалады. Жоғарғы энергетикалық көкнәр, перулік, адам тамыр, анттан келген адаптоген, ол гормон реттеуші ретінде танымал, және иммунды жүйені белсенді етіп, адамның тамаққа тәбетін басатын чия дәні. Мұндай керемет өнімдерден жасалған смузи бізге қажет күш-қуат беруші ғана емес, өзі де ерекше дәмді сусын. Өмірде ғажайыпқа жетуге мүмкіндікті арттыратынын да аңғаруыңыз мүмкін. Тегін рецептімді www.tmmbok.com сайтынан алуларыңызға болады. Бастысы нені жесеңіз, соған айналарыңызды естен шығармаңыз. Тәніңізге қамқор болыңыз, сонда ол да қамқорлық көрсетеді. Осы смузиді ішкен соң, дереу күш-қуатыңыздың еселенгенін сезінесіз. Өмірге жарқын көзқараспен қарайтын боласыз. Таң шапағатын арман мақсатқа сәйкестендіру. Таң шапағатын практикада іске асырып жүргендер мен бір шама жетістікке жеткен адамның көбі күнде осы әдісті қолданғанда басты мақсаты мен ең маңызды арманына жетуді көздейді. Мәселен, бизнес ашу не кітап жазу. Life Savers әдісі өмірдегі ең басты нәрсеге ден қоюға ықпал етеді. Адам керегіне мән беріп, арманын жүзеге асыра бастайды. Мысалы, өзіңізге керек аффирмацияны жазғанда, міндетті түрде арманыңыз бен мақсатыңызға сай келетініне көз жеткізуіңіз керек. Қандай мәселе жайында ойлану, неге сену керегін және жетістікке жету үшін не істеу керек екенін айқындап тұруы қажет. Яғни аффирмация арқылы жетістікке апарар жолға түсесіз. Мұндай аффирмацияны күнде оқыған сайын қажет басымдық пен нақты әрекеттерге бет бұрасыз. Таңертең елестету қадамында мақсатыңызға шын ықыласпен жеткеніңізді елестетіп үйреніңіз. Мысалы, осы кітапты жазарда солай істедім. Жетістікке жеткен сәтіңізді айқын көріңіз. Көру, сипап көру, есту, дәмін сезу, тіпті иісін сезу сияқты сезім мүшелері елестеткен дүниенің сипатын сезінуге көмектеседі. Нәтижесі де тиянақты болады. Бейне неғұрлым жарқын болған сайын тілегіңізді нығайтып, санаңызды сендіріп, мақсатқа жету жолында күнде орындауға тиісті
әрекеттерді жасауға құлшындырады. Істі кейінге қалдыра беру әдетінен құтылу. Алдымен ең қиын әрі жағымсыз істерге кірісу. Үнемі істі кейінге қалдыру әдетінен құтылу әрі өнімділікті арттыру үшін тиімді тәсіл. Таңды ең маңызды және ұнамсыз тапсырма мен істі кейінге қалдыра беру әдетінен құтылу. Алдымен ең қиын әрі жағымсыз істерге кірісу. Үнемі істі кейінге қалдыру әдетінен құтылу әрі өнімділікті арттыру үшін тиімді тәсіл. Таңды ең маңызды не ұнамсыз тапсырма мен істен бастау. Құрбақаны жеңіз деген бестселлерде өнімділік жөніндегі атақты сарапшы Брайан Трейси былай дейді: таңертең маңызды алайда аса ұнамайтын бір шаруаны тындырсақ, өзімізді ойша марапаттаймыз. Сол марапат бізді жаңа белеске шығарады екен. Таң атпай өте қиын жұмысты істеп, құрбақа жеу жолыңнан алып тастасаң, бұл адамға сол күнді өнімді өткізуге құлшыныс береді. Таң шапағатының басты мақсаты әр таңда нақты мақсатпен оянуға әсер ету екені осымен бірнеше рет айтылды. Бұл ерте тұрудың артықшылығын ұғынып, тұрақты түрде өзін жетілдіру нәтижесінде жүзеге асады. Алайда істі орындап, соның әр қайсысына қанша уақыт арнайтыныңыз маңызды емес. Соның бәрі жан дүниеңіз бен сыртқы әлемді жақсартуға көмектессе, ең бастысы сол. Бұл қысқаша тарауда таң шапағаты өмір салтыңызға сай келуі үшін өмір сапасын арттырып, өте маңызды мақсатқа жетуде көмегі тиетіндей етіп, әдісті өзіңізге ыңғайлап, қолдану туралы идеялар мен стратегияларды бөлісемін. Оған қоса сан түрлі адамның, кәсіпкерлерден бастап, үй шаруасындағы аналарға дейін, студенттердің және мектеп оқушыларының ерекше күн тәртібі мен өмірдегі басымдықтарына сай өмір сүру стиліне қарамастан таң шапағатын орындағаны туралы шынайы мысалдар келтіремін. Демалыс күніндегі таң шапағаты. Сенбі күні ояна сала, өзіме ерекше жақсылық жасаймын. Жұмысымды сабырлы қалыпта, жаным тыныш күйде орындаймын. Демалыс күндері әдеттегі жұмыс күніндегідей уақыт тығыз болмайды. Таңертең үйдегілерден ерте тұрып, тыныштықта күнімді жоспарлаймын. Не кейбір істерімді белгілеп қоямын, дейді Опра Уинфри. Опрамен 100% келісемін. Таң шапағатын ойлап тапқан соң, басында осы әдісті тек дүйсенбіден жұмаға дейін жасап жүрдім. Демалыс күндері жасамайтынмын. Аз уақыттан соң, осы әдісті жасаған күні өзімді жақсы сезінетінімді түсіндім. Өнімділігім артып, қалағаныма тез жететін болдым. Ал төсектен тұрғым келмей жатқан күндері сылбыр, енжар, бейғам күйде жүретінмін. Сіз де тәжірибеден өткізіп көріңіз. Мен сияқты таң шапағатын тек жұмыс күні қолдануыңызға болады. Сенбі мен жексенбі күні алаңсыз ұйықтап тұрғанда өзіңізді қалай сезінетініңізге зер салыңыз. Ал жұрт сияқты сіз де таң шапағатын орындаған күні сергек жүретініңізді мойындасаңыз, бәлкім
Бұл әдісті демалыс күні де жасауды жалғастырарсыз. Ешқайда асықпай жасаудың да рахатын аңғарасыз. Таң шапағатын әрдайым жаңа әрі қызықты ету. Таң шапағатын қолданып бастаған жылдар бойы бұл әдісті үздіксіз өзгертіп, жетілдіріп келемін. Мен баяғыдай күнделікті барлық Life Savers әдісін қолданамын. Осы 6 амал жеткізетін артықшылықтың бәрінің пайдасын көрдім. Алайда таң шапағаты қатып қалған ереже не бір жақты болуын қаламас едім. Оны үздіксіз дамытқан дұрыс. Бұл да айналаңмен қарым-қатынас құру сияқты. Әр қарым-қатынастан үнемі жаңалық пен көңіл толқытарлық ерекшелік күтеміз ғой. Оның іш пыстыратын әрі қызықсыз болғанын қаламаймыз. Мысалы, 3 ай не ай сайын таңертең жасайтын жаттығуды өзгертіп тұруыңызға болады. Медитацияның сан алуан түрін қолданып көріңіз. Google-ден іздеп, қалағаныңызды тауып алыңыз. Не телефоныңызға басқа қосымша жүктеп алыңыз. Елестету тақтасын құрып, оны да үздіксіз жаңартып отырыңыз. Аффирмация туралы тарауда айтып өткенімдей, аффирмацияны жаңалап, сезіміңіз бен көңіл күйіңізге оң әсер ететіндей мәтін құраңыз. Күнделікті кім болғыңыз келетінін, кім бола алатыныңызды көрсететіндей дамып отырсын. Таң шапағатын үнемі өзгертіп тұратын кестеме, өмірлік жағдайым мен жұмыс істейтін жобаларыма сай реттеп отырамын. Мысалы, алдағы баяндамама не семинарыма дайындалсам, таңертең дайындық пен өзге де нәрсеге көбірек уақыт қалдырамын. Студенттер мен корпорация қызметкерлері алдында сөйлеймін деп, ел ішін аралап жүргенде қонақ үйге тұрақтайтынмын. Сондай кездері таң шапағатын сол күндеріме сай өзгертетінмін. Мысалы, баяндамам не семинарым кешкі уақытқа белгіленсе, таңертең тұру уақытымды кейінге шегеріп, келесі күні сәл кешігіп оянуым мүмкін. Кейінгі кездегі жұмыс жобаларыма сай таң шапағаты әдісіме тағдыр жазуымен біраз өзгеріс енгізуіме себеп осы кітапты жазып бітіруге ұмтылысым еді. Мен бұрынғыдай барлық әдістерді орындадым, алайда бір шама қысқартулар енгіздім. Соның арқасында кітап жазуға уақыт көбірек бөлдім. Мінекей, осылай таң шапағатын өмір ағысына қарай өзгерте аласыз. Таң шапағатын түрлендіру туралы ақырғы сөз. Адамдар әрқашан өзгешелікке ұмтылады. Таң шапағатын үнемі жаңа әрі қызықты етіп қолдану өте маңызды. Алғашқы ұстазымның біріне сауда агенті болып жүре беру ішімді пыстырады деп шағым айтып барғанымда, ол ішің пысқанына кім кінәлі? Бұл жұмысты қайта қызықты ету кімнің мойнында деген еді. Мен үшін бұл ешқашан ұмытпайтын өте маңызды сабақ болды. Күн тәртібі болсын, айналамызбен қарым-қатынас болсын, міндетіміз оларды үнемі әрі үздіксіз өзіміз қалайтындай етіп жетілдіру. Өміріңіздің бар жауапкершілігін мойныңызға алған сәт, өміріңізді қай арнаға бұру керегін анық түсінген сәт боларын ұмытпаңыз.